Қайырлы күн оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуына мысалдар қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма. b -2-ге және 3-ке тең болғанда, y тең болады 0,2x қосылған b формуласымен берілген функциялардың графиктерін бір координаталық жазықтықта салыңыздар. Яғни біз осы формуладағы b-ның орнына алдымен -2-ні қоямыз және 3-ті қоятын боламыз. Сонда y тең болады 0,2x азайту 2 және y тең болады 0,2x қосу 3 функцияларының графиктерін салғалы отырмыз. Бізге өткен сабақтарымыздан белгілі, сызықтық функцияның графигін салу үшін біз осы графикке тиісті екі нүктені тапсақ жеткілікті екен. Ендеше x-ке мән беріп y-ті табайық. X-ке 0 бергенде y -2-ге тең болады. Және x-қа 5-ті беретін болсақ, y-іміз 5-тен 0,2-ге көбейткенде 1 болады, сонда y-іміз -1-ге тең болады екен. Енді келесі функцияның графигіне тиісті нүктелерді анықтайық. X-ке 0-ді бергенде y 3-ге тең болады, және x-ке 5-ті бергенде y 4-ге тең болады. Міне осы табылған нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп, біз түзулерді салайық. Бірінші y тең болады 0,2x -2 функциясының графигін салайық. Осы функцияның графигіне тиісті нүкте x 0-ге тең болғанда y -2-ге тең болады. Міне мынау нүкте. Және x 5-ге тең болғанда y -1-ге тең болады. Нүктені белгіледік. Енді осы екі нүкте арқылы өтетін түзуді жүргіземіз. Келесі функциямыз y тең болады 0,2x қосылған 3. Бұл функцияның графигіне тиісті нүктелер x0, y3, яғни 0-де 3 нүктесі. Нүктені белгіледік. Және x 5-ге тең болғанда y 4-ге тең болу керек. 5-те 4 нүктесін белгіледік. Енді осы екі нүкте арқылы түзуімізді жүргізейік. Міне біз ізделінді түзулерді жүргіздік. Бұл сызықтық функцияларда формуласынан назар аударсаңыздар, k коэффициент 1 0,2-ге тең. Ендеше біз өткен сабағымыздан білеміз, бұл түзулер параллель орналасу керек. Мінекей біз соған тағы да бір мысал арқылы көз жеткізіп отырмыз. Келесі тапсырма k -2-ге және 3-тен 1-ге тең болғанда, y тең болады kx формуласымен берілген функциялардың графиктерін бір координаталық жазықтықта сызыңыздар. Яғни бірінші салатын функциямыздың теңдеуі y тең болады. K-ның орнына -3-ті қоямын, -3x болады екен. Және екінші функциямыз y тең болады. K-ның орнына 3-тен 1 жазсақ, 3-тен 1x болады. X-қа мәнді беріп y-ті табайық. X-ке 0 берген кезде y 0-ге тең болады. Және x-ке -1-ді беретін болсақ, y 3-ге тең болады екен. Келесі функцияның графигіне тиісті екі нүктені табайық. X-ке 0 берсек, y-імізде 0-ге тең болады. X-ке 3 беретін болсақ, y-іміз 1-ге тең болады. Міне біз осы сызықтық функциялардың графиктеріне тиісті болатын нүктелерді таптық. Енді координаталық жазықтықта осы нүктелерді белгілеп, график сызамыз. Алдымен y тең болады -3x функциясының графигін сызайық. Бұл функцияның графигіне тиісті нүктелер 0-де 0 нүктесі, яғни координаталар бас нүктесі, және -1-де 3 нүктесі. X -1-ге тең болғанда, y 3-ге тең болатын нүкте, мынау нүкте болады. Осы екі нүкте арқылы графикті жүргізейік. Графикті салдық. Енді келесі функцияның графигін салайық. Ол y тең болады 3-тен 1 x функциясы. Бұл функцияның графигіне тиісті нүктелер тағы да x-ке 0 бергенде y 0 болды, яғни координаталар бас нүктесі арқылы өтеді. Және x 3-ге тең болғанда y 1-ге тең болады. 3-те 1 нүктесі. 3-те 1 нүктесін белгілейік. Енді осы екі нүкте арқылы графигіміз жүргізейік. Енді салынған графиктерге назар аударайық. Ол екеуі де екі графигімізде координаталар бас нүктесі арқылы өтіп отыр. Яғни біз өткен сабақтарымызда білеміз, егерде
k әртүрлі болатын болса сызықтық функцияларда, олардың графиктері қиылысады, ал егерде оларда b 0-ге тең болатын болса, ол функцияның графиктерінің барлығы координаталар бас нүктесі арқылы өтеді. Енді үшінші тапсырманы қарастырамыз. Ордината осін a 0-де -2,5 нүктесінде қиятын және y тең болады 5x қосу 1 функциясының графигіне параллель болатын сызықтық функцияның формуласын жазыңыздар. Өткен сабағымыздан белгілі, барлық сызықтық функциялардың графиктері x 0-ге тең болғанда, y-ның мәні b-ға тең болатындығын біз білеміз. Ендеше, бізге беріліп тұрған нүкте A нүктесінің координатасы 0-де -2,5, яғни x 0-ге тең болғанда y-ға -2,5-ге тең болып тұр. Олай болса, біздің іздеп отырған функцияның формуласында b -2,5-ге тең болады. Екінші бізге беріліп тұрған шарт, яғни біз іздеп отырған функцияның графигі y тең болады 5x плюс 1 функциясының графигіне параллель екен. Ал қай жағдайда түзулер параллель болатын еді? Яғни, егер сызықтық функцияларда k коэффициенттері бірдей болатын болса, онда олардың графиктері параллель болушы еді. Ендеше, біздің іздеп отырған функциямыздың k коэффициенті ол 5-ке тең болу керек екен. Олай болса, ізделінді функциямыз y тең болады 5x азайтылған b -2,5-ге тең -2,5. Енді келесі тапсырманы қараңыздар. Графигі b 1-де -2 нүктесі арқылы өтетін және y тең болады 3-тен 1 x -5 функциясы графигіне параллель болатын сызықтық функцияның формуласын жазыңыздар дейді. Бізге белгілі функция графигі x 1-ге тең, y -2-ге тең болатын нүкте арқылы өтеді екен. Және ол функцияның графигі мына функцияның графигіне параллель, яғни y тең болады 3-тен 1 x -5 функциясының графигіне параллель. Осыдан шығатын қорытынды, егерде түзулер параллель болатын болса, олардың теңдеуіндегі k коэффициенттері бірдей. Яғни біздің ізделінді теңдеуімізде k коэффициент мына теңдеудегімен бірдей 3-тен 1-ге тең болу керек. 3-тен 1. Ендеше, y тең болады 3-тен 1 x қосылған b түріндегі теңдеуді іздеп отырмыз екен. Енді бізге белгісіз b бос мүшесі. Осы бос мүшені табу үшін біз функция графигінің b 1-де -2 нүктесі арқылы өтетіндігін қолданатын боламыз. Егерде функцияның графигі b нүктесі арқылы өтсе, онда осы нүктенің координаталары мынау функция теңдеуін қанағаттандыру керек. Олай болса, біз x-тің және y-тің орнына b нүктесінің x, y координаталарын қоятын боламыз. Сонда 3-тен 1, x-тің орнына 1-ді қоям, көбейтілген 1, қосу b тең болады, y-тің орнына -2-ні қоямыз. -2-ге. Міне мынау теңдеуді алдық. Осы теңдеуді шешіп b-ні табатын болсақ, онда біз іздеп отырған функциямыздың бос мүшесін таба аламыз екен. Сонымен b тең болады -2 -3-тен 1. Яғни b тең болады -2,3-тен 1-ге. Сонымен біздің іздеп отырған функциямыз y тең болады 3-тен 1 x азайтылған 2,3-тен 1-ге тең болады екен. Міне оқушылар, біз бүгін сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуына тағы да мысалдар қарастырдық. Енді өздеріңіз осы сабақты тыңдап шыққаннан кейін үйге берілген тапсырмаларды орындап сабақты бекітіңіздер. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.